Баршаңызға сәлем достар, Түс Шору каналына қош келдіңіздер. Біз бұл каналда ислам әлемінде танымал түс шорушы ғалымдардың жазған еңбектерін қазақ тіліне аударып, сіздерге ұсынамыз. Сол үшін каналымызға тіркеліп, бізге қолдау білдіріп қойыңыздар. Ал бүгінгі тақырып түсімде алтын көрдім деп аталады. Ал ендеше бастайық. Түсіңізде мойныңызда алтыннан жасалған бұйым ілініп тұрғанын көрсеңіз, сіздің өте сенімді адам екендігіңізді білдіреді. Егер түсіңізде алтын балқытып жатсаңыз, сізді көре алмай жүрген адамның бар екендігін білдіреді. Түсіңізде бір адам сізге алтын беріп жатса, сіздің бастық болатындығыңызды білдіреді. Бойдақ адам түсінде алтын көрсе, тұрмыс құратындығын білдіреді. Бойдақ қыз түсінде алтын білезік көрсе, бір нәрсені жоғалтып алғандығын білдіреді. Ал егер бойдақ қызға біреу алтын сыйлап жатса, жақсы жаңалық келетіндігін білдіреді. Егер адам түсінде алтын алға көрсе, ол адамның өмірін өзгертетін бір жақсылық келетіндігін білдіреді. Тұрмыстағы әйел түсінде алтын іздеп жүрсе, ұлды болатындығын білдіреді. Тұрмыстағы әйел түсінде біреуден алтын жасалған сыйлық алса, адал ақшаның белгісі, яғни күйеуіңіз адал жұмыс істеп жүргендігін білдіреді. Егер әйел түсінде алтын тауып алса, күйеуі екеуінің арасындағы жанжалдың біткендігін білдіреді. Түсіңізде алтын сатып алып жатсаңыз, алға қойған мақсатыңызға жететіндігіңізді білдіреді. Егер түсіңізде алтын ұрлап жатсаңыз, бір күнәлі іс жасап жүргендігіңізді білдіреді. Егер түсіңізде алтын жоғалтып алсаңыз, сізге байлықтың келетіндігін білдіреді. Достар, егер осы видеомыз ұнаған болса, видеоға лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыз, және осы видеоны барлық достарыңызға таратыңыз. Келесі видеоларымызды өткізіп алмас үшін каналымызға тіркеліп қоңырауды басып қойыңыз. Сау болыңыздар.